Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді қазан кебаб тағамын дайындаймыз. Ол үшін видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Болашақта сіздермен өте пайдалы рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен картопымызды ашып, жақсылап жуып, сүлгіге кептіріп дайындап қоямыз. Содан соң етімізді де үлкен бөліктерге турап дайындап аламыз. Бұл жерде менде сиырдың еті. Негізі етті сүйекті бөліктерімен де бірге жасаған дұрыс. Арасына қабырға, сондай сүйектерді жіберіп, менде бірыңғай бұл жерде кесек ет. Енді тамағымызды жасап бастаймыз. Қазанымызға молырақ етіп сұйық майымызды құйып, жаңағы құрғап дайындап тұрған тазаланған картопымызды салып, жақсылап қатты отта қыздырып қуыратын боламыз. Міндетті түрде араластырып тұрыңыздар, себебі асты күйіп жабысып қалу мүмкін. Мінекей менің картопым ақырындап жайлап сарғайып келеді. Бізге қып-қызыл боп қызарғанша қуырылуы қажет. Сондықтан кішкене ұзағырақ уақытты талап етеді. Мінекей осылай қып-қызыл боп қызарып қуырылған сәтте картопымызды алып бөлек ыдысқа саламыз. Мен картопты, тағы да қалған картоптарды дәл осылай қызарғанша қуырып алдым. Картопты неғұрлым кішірегін таңдасаңыздар, өте әдемі болып көрінеді. Картоптың барлығын қуырып алған соң, бірден дәл осы майға етімізді де жаңағыдай қуырамыз. Мен ең алғашында етті көбірек салып жіберіппін. Сол себепті менде көпке дейін ет қызарған жоқ. Сіздерге айтарым, етті аз-аздан сала отырып қуырыңыздар. Сол кезде өте тез қызарып қуырылады. Міне барлығын салған соң бірден жақсылап араластыра отырып қуырамыз. Арасында араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Себебі жаңа айтқанымдай, оттың асты қатты болғандықтан тез күйіп кетуі мүмкін. Мінекей етіміз дәл осылай қып-қызыл болғанша қуырып, оны да бөлек ыдысқа майын сүзіп салып аламыз. Қалған етті де дәл солай аз-аздан салып, осылай қызарғанша бірнеше партия салып қуырып аламыз. Достар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп өтуді ұмытпаңыздар. Енді барлығын қуып болған соң қазанымызды жумаймыз, осы қалпында қалады. Ішіндегі майын бөлек ыдысқа құйып аламыз. Бұл бізге қазір қажет болады. Келесі кезекте дәмдеуіштер дайындаймыз. Бұл жерде бізде тұз, қара бұрыш және де қызыл бұрыш, сондай-ақ зира. Зираны міндетті түрде қосыңыздар, ол өте жақсы дәм береді. Сондай-ақ паприка. Ол жердегі паприка менде кәдімгі весовой, өлшеулі, міндетті түрде весовой паприканы қосыңыздар. Енді картопымызға жаңағы дәмдеуіштердің барлығын аз-аздан қосып шығамыз және барлығын жақсылап араластырамыз. Етімізге де дәл сол дәмдеуіштерді барлығын қосып, дәміне қарай қосасыздар және араластырамыз. Менде бұл жерде бір шара ет болып толып тұрғаннан кейін араластыруға ыңғайсыз болды. Сондықтан дәл осы қалпында қазаныма қайта сала салдым. Енді қазанымыздың үстіне манағы сұйық майдан сәл ғана құямыз, қалғаны керек емес. Содан соң майымыз қызып жатқан сәтте бірден жаңағы етімізді түгелдей саламыз. Менде бұл ет барлығы бір қазан болып толып тұрғаннан кейін картопты бірге сала алмадым. Бетін бірден жауып, баяу отта 1,5 сағат өз сөлінде бұқтырамыз. Ал картоп сыймағандықтан мен бөлек кастрөлге аз ғана су құйып пісіріп алдым. Мінекей біздің қазан кебаб тағамыз осымен дайын. Осылай шет-шетіне картопты әдемілеп қойып ұсынсаңыздар болады. Ең соңынан мен үстіне көк пияз бен ақ пиязды араластырып сеуіп шықтым. Сіздер де міндетті түрде дәл осы тағамды дайындауға кеңес беремін. Өте дәмді, кез келген қонақтарыңыздың көңілінен шығатыны сөзсіз. Назар қойып көргендеріңізге көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.